Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын шоколадты медовик тортының сәтті рецептімен бөліскім келеді. Алдымен қызып тұрған табамызға майымызды, қантымызды және де медымызды салып араластырамыз. Қазанымызда қантымыз ерігенше дейін араластыратын боламыз, дәл видеода көрсетілгендей етіп. Ал қажетті заттардың мөлшері описанияда жазылатын болады. Мінекей осылай қантымыз құрамында көрінбей еріп кеткенше дейін араластырамыз. Одан кейін бір шай қасық ас содасын салып, тағы да бір 30-40 секундтай араластыратын боламыз. Сол кезде көріп тұрғаныңыздай реакцияға түсіп, біздің массамыз көпіршіктене бастайды. Достар, рецепттерім ұнап жатса, сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге бірінші болып рецепттерім шығып отырады. Менің каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар, ол үшін достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің массамыз дәл осылай болып көпіршіктене бастайды. Бір 30-40 секундтан кейін осылай алып, оны тез суу үшін екінші ыдысымызға салып алдым. Үстіне белгіленген мөлшердегі какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ыссы күйінде какаомызды салып араластыра береміз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында суытуға алып қоямыз. Мінекей бізде осындай масса болады. Суығаннан кейін 4 жұмыртқамызды салып, одан кейін ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бисквитіміздің тестасын дайындаймыз. Өте оңай жасалады. Көріп тұрғаныңыздай барлық ингредиенттердің барлығы қолжетімді заттардан тұрады. Тек қана осындай қою, натуральный медіңіз болса болғаны, қалған заттардың барлығы үйдегі бар заттармен жасалады. Ұнымызды шетінен салып жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Мінекей дәл осындай масса пайда болды. Енді духовкамыздың табасына қағазымызды жайып, осылай бисквитімізді жайып шығамыз да, қызып тұрған газымызда 10-12 минутта пісіріп алатын боламыз. Ал креміне кез келген кремді дайындасаңыздар болады. Мен ең оңай, қарапайым әрі дәмді шығатын қаймақ пен вареный сгущенканы араластырып жасап жатырмын. Бисквитіміз піскеннен кейін крышкамен осылай формасын келтіріп, корждарымызды кесіп алсаңыздар болады, немесе дәл ортасынан кесіп, 4 бұрышты етіп, тортымызды жинасақ болады. Өте дәмді әрі жұмсақ, нәзік болып 12 минутта дәл осындай корждарымыз дайын болады. Менде 4 корж болып шықты. Корждарымыздың қалған жерін блендермен ұсатып, жан-жағын және де үстін өрнектеуге алып қоямыз. Тарелкамыздағы енді тортымызды жинап бастаймыз. Корждарымыздың арасына кремімізді жағып, дәл видеодағыдай етіп жинаймыз. Және де кемінде 2 сағатқа холодильникке алып қойғанымыз жақсы. Сол кезде әбден коржға кремі сіңіп, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Мінекей үй жағдайында тортымыз дайын болды. Өте дәмді, нәзік, әдемі болып шықты. Міндетті емес дәл менікіндей етіп өрнектеуіңіз, қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.